Жедел ақпарат. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды шылардан қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Алматыда осы аптада тек бір күн жаңбыр жауып, ауа температурасы 20 градусқа дейін көтеріледі. Алдағы 7 күнде Алматыда ауа райы қандай болады? Күн райы болжамы Опенвитер порталында жарияланды. 13 қазанда Алматыда өткінші жаңбыр жауады. Орташа температура 12 градусқа деңгейінде болғанымен 11 градус секілді сезіледі. Күндіз ауа температурасы 17 градусқа дейін көтеріліп, түнде 7 градусқа дейін түсуі мүмкін. Ауа ылғалдылығы 40% деңгейінде болады, ал желдің жылдамдығы 4,2 метр/секунд болмақ. 14 қазанда күн ала бұлтты болады. Ауа температурасы шамамен 10 градусқа дейін жеткенмен 9 градус секілді сезілетін болады. Ауа температурасының максималды көрсеткіші 16 градусқа дейін жетіп, ал минималды көрсеткіш 6 градус деңгейіне түседі. Ауа ылғалдылығы 35%, ал желдің жылдамдығы 3,2 метр/секунд болмақ. 15 қазанда күн ашық болады. Орташа ауа температурасы 6 градус деңгейінде болады. Күндіз ауа температурасы 11 градусқа дейін көтеріліп, түнде 3 градусқа дейін түседі. Ауа ылғалдылығы 28%-ға дейін, ал желдің жылдамдығы 2,8 метр/секундқа жетеді. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.